Армысыз көрермен, бұл бірге бір бағдарламасы. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Найза лигасының экс-чемпионы және күні кеше халықаралық октагон лигасында дебютін жасаған белгілі MMA жауынгері Дастан Амангелді. Студиямызға қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум, құрметті Спорт плюс Қазақстан телеарнасының көрермендері. Сізге рахмет, шақырып жатқаныңызға өте қуаныштымын. Және сіз арнайы біз үшін жекпе-жегіңізді өткізіп, жеңіске жетіп, Германияда бірден Астанаға студиямызға келіп отырсыз. Шын айтсам, транзитпен де келіп қалдым деп айтуға мүмкін. Мен жаңа ғана аэропорттан мені күтіп алып, сіздің адамдар қазір бұйырса 3 сағаттан кейін Ақтөбеге ұшам, транзитпен сіздің студияға келіп қалдым. Жеңістің әсері қалай? Өте қуаныштымын, осындай шетелге бірінші рет шығып, бұған дейін енді өзім Ақтөбенің атынан шығып, өзім отбасымның атынан шығып жүрсем, бір жол бүкіл Қазақстанның атынан шыққан сезіліп тұр да, өйткені жанкүйерлердің де қошеметтері, жазып жатқан ыстық ықыластары бәрі сезілді. Өзімді қуанышты сезініп тұрмын Қазақстан. Ал енді не істейсіз? Ақтөбеге барып демаласыз ба? Ең бірінші демалам, алған бір шамал жарақаттарым бар. Кеше ғана төлесім, өзім түрімнен де көрініп тұрған шығар, әлі ісіп тұрған жерлерім де бар. Демалам, бірінші бір 2-3 күндей уақытым бар, негізі демалатын. Өйткені алда жоспарлар бар. Біздің залда төлесейін деп жатқан, келесі жекпе-жектеріне дайындалып жатқан балдар бар. Соны айтып өтетін болсақ, Әліби Ідріс 21 ақпан күні Хьюстон қаласында, Техаста төлеседі. 7 ақпан күні біз ұшамыз уже. UFC-де? UFC-да, оның екінші бойы UFC-дағы алдында тафтан кейін финалына шығып, жеңіске жете алмай қалды, өкінішке орай, бірақ контракт алды. Қазір енді полноценный бірінші бойы болады UFC-да, соған секундант болып, как жаттықтырушы ретінде барайын деп жатырмыз. Яғни сағатта демалысқа да уақыт жоқ, өзіңізде. Қарсыласыңыз Вандерлей Джуниор, бразилиялық қарсылас. Бұл сізге өте жақын таныс. Себебі ол Алаш Прайд лигасының чемпионы және Найза лигасында чемпиондыққа таласқан. Онымен Вандерлеймен біздің историямыз бар деп айтуға болады. Өйткені ол Алаш Прайдтың чемпионы болып, Найзаға келіп, Жұман Жұмабековті ұтып алып, маған сразу вызов тастаған сол кезде. Ол кезде мен чемпион болғам 61 килограммда. Осылай деп. Бірақ мен ол кезде менде өзімнің пландарым болды, басқа бойларым болды. И ол 66 килограммға көтеріліп, менің бірге жаттығатын досым Нұрбек Абдрахмановпен 66 килограмм поясына төлескен. Бірақ содан кейін одан ұтылып қалғаннан кейін ол октагон, қазіргі төлеп жүрген шетелдік Германиядағы соған контракт жазып, сояққа кетіп қалған болады. Нұрбек Абдрахмановтан оңбай таяқ жеген бар еді ғой. Көпшілік көрді. Сізге көмектескен болар Нұрбек Абдрахманов. Нұрбек өзінің ақылдарын айтты. Бірақ бізде алай ғой, Нұрбекпен төлескесін, оның алдында біздің Айбек Шақпутов деген ағайымыз бар ғой, ол Нұрбек дайындалған кезде полностью тексеріп шықты да, Вандерлейдің бүкіл техникасын, и сол историяны қайтып көтеріп, қалай дайындығы, Нұрбектің дайындығын қарап, менің техникалық жақтарымды қарап, маған ыңғайлы жақтарын айтып, бүкіл тактика жағынан, техника жағынан өзіме келтіріп алдым ғой жаңағы. Яғни кездесу сізге аса қатты қиындық тудырған жоқ, аса қиындық тудырған жоқ. Техника жағынан просто шетелде бірінші рет шығып жатқасын, өйткені Қазақстанда төлескен бір бөлек, шетелде төлескен мүлдем бөлек екенін сездім да кеше мен. Октагондағы әсер бөлек пе? Октагондағы әсер бөлек. Сосын октагонға жету үшін көптеген қиыншылықтардан өтеміз ғой. Егер біз Қазақстанда төлесетін болсақ, салмақ қуу жағынан, салмақтан кейінгі психология жағынан, восстановление жағынан, тамақ ішуім бар, вес қуым бар, бәрі оңай да, өйткені біз қазақша бәрін түсінеміз. Картадан қарап, любой жерге барып тамақ іше аламыз, вес қуа аламыз. Анаяқта Германияда сен біріншіден тіл білмейсің, екіншіден жерін білмейсің, қаласын білмейсің. Тек олар не айтады, қандай саған условия береді, сол условияға көніп, сол условиямен вес қуасың, тамақ жейсің да. Сол жағынан шамалы өзгешелік бар. Түсінікті. Жеңістен кейін сіз қарсыласыңызбен бірге отырып, бір асты бөліп жедіңіздер. Адамгершілік жағынан жақсы, бүкіл Қазақстанда төлескен жекпе-жектерін айтып, күліп, бір-бірімізбен әңгіме айттық. Ол ешқандай немес, бір жау ретінде қарамаймыз да бір-бірімізге. Өзі де сондай адам екен. Ол как спорт ретінде қарайды, ол оның жұмысы, бірде ұтады, бірде ұтылады. 2025 жылы 30 қазанда сіз дәл осы аталмыш лигамен келісімшартқа отырдыңыз. Бұл лиганың чемпионы Жалғас Жұмағұлов. Сізге Жалғас мырза үнемі қолдау көрсетіп отырады. Мысалы, Елжан Алиасқармен болған Найзадағы жекпе-жегіңіздің алдында барлық техникаңызды өзі қойып беріпті. Осы жолда солай жаныңыздан табылып қолдау көрсетті ме?
Ол кезде біз жас балдармыз, Алиасқармен төлескен кезде, ол кезде 3 жыл бұрын ба болатын. Ол кезде Жалғас Жұмағұлов, Сергей Морозовтар жаңа Америкаға барып, сол жақтан бізге техникаларды әкеліп жатқан сол кездері. Одан кейін қанша уақыт өтті, біз өзіміз де Америкаға барып үлгердік, уже 2 рет сол жақтан сбор өтіп қайттым. Мына жерде Жалғас Жұмағұловтың көмектескен жері, ол сол жақта қазір төлесіп жүр, поезда алды 57 килограмм, уже танысы бар да, яқта аты бар. Сондықтан да мен Жалғас Жұмағұлов ағамды алып кеттім сол жаққа секундант ретінде. Біріншіден таныс, жаңағы сол жақта таниды, төлескен болатын. Қалай таныстық көмектесе ма сонда? Көбінесе көмектеспейді, бірақ мен қазір басқа бір жас баланы алып кетсем, маған ондай жол болмайтын еді да. Жалғас танығасын, анда маған журналистерден да, сол жақтағы организатордың ішіндегі адамдар да уже бір басқаша қарайтын сияқты да. Тіл табысу оңай. Тіл табысу оңай да. Уже жалғас деп одан интервью алады. Мен жүрем, бірақ жалғастан интервью алып жүр да. Оны өзі маған бір не береді да, қалай айтуға болады. Бір жақсы көмек береді, сезім береді, бір таныс емес жерде жүрмеген сияқтымын да. Сол жағынан жақсы болды. Техника жағынан айтатын болсақ, өзіміз де қазір өсіп келе жатырмыз. Техника жағын біздің Айбек ағай жаңағы осы бойға Айбек ағай дайындап берсе деп айтуға болады. Өйткені Жалғас мен лагерімде мүлдем болған жоқ. Өйткені өзінің бойы болды осының алдында. Содан кейін өзінің андамында жүрген жолдары болды. Тек кеше Германияда кездестік деп айтуға болады. Яғни негізі секунданттың да жұмысы өте маңызды ғой? Өте маңызды, иә. Кім болатыны? Өте маңызды. Жақсы. Жекпе-жектің алдында сіз сәл сол Германия төрінде гүлді дорбаңыздан бір уыс Қазақстан шоколадын алып шашу шаштыңыз. Бұл кімнің идеясы? Бұны қалай қарсы алды шетелдіктер? Ол өзімнің идеям. Біріншіден енді ол былай басталды. Біз енді қатты ағылшынша тілін білмейміз, оның ішінде еще неміс тілін білмейміз. Бірақ бірінші рет Европаға барып жатқасын, Германияға барып жатқасын, олардың бір көңілін табу керекпіз да. Өйткені қазір біз просто барып төлесіп қайтсақ, біз жаңа көптің бірі болып қаламыз да. Мына жерде бір шамалы болса да бір изюминка деп айтады ғой, бір көзге көріну керек болды. Мен оны енді шын айтсам, кімнен осы? Кажется, Еркебұлан Тоқтар Өзбекстанға барғанда ма бір рет осылай көріп қалдым да бір көзінің шетімен. Сол идея келді да, как раз Қазақстан шоколад көп жерге апарып барған кезде біз соны алып жүреміз. Соны осындай кішкентайларын алып, бір ағылшынша сөйлеп, шашу деп айтып, соны таратсам қалай көрінеді деп бір идеям болды да. Соны алып барып шашып едім, кәдімгідей Европаға мықты өтіп кетті, мен сездім да. Қуанды ма, әлде шошып қалды ма? Оларға жаңағыдай неожиданность болды бірінші. Өйткені шашқан кезде адамдар андай, бізде Қазақстанда шашса бәрі теруге бастайды. Олар қараймын, жерде жатыр, ешкім теріп жатқан жоқ. Сосын жайлап қараймын, бәрі алып. Мен айтып едім, ана кофемен, шаймен жақсы кетеді, ана тәтті деп жайлап жинауға бастады. Инстаграмнан да екінші күндері жаңағы Октагон өзінің официальный сайт салып қойған, қаралым, комментарий мықты жинап жатыр екен сол видео. Яғни өте сәтті шықты, Өте сәтті шықты, ойымдағыдай шықты. Және жеңістен соң сол Октагонда тұрып, сіз менің есімді жаттап алыңдар, мен бұл жерге жеңіс үшін келдім дедіңіз ғой. Және сол жерде екінші жекпе-жек сұрадыңыз, және лиганың жұлдызы Джонас Мейгартқа ұсыныс тастадыңыз. Қандай да бір жауап болды ма? Жауап болған жоқ, бірақ журналистерден көп сұрақтар болды бойдан кейін сол туралы. Біріншіден сол Магарт, менің қазір Жалғас Жұмағұлов деген ағам бар ғой, соған вызов тастап жүр екен да. Өйткені Жалғас бір интервьюінде айтып қалған, мен 61-ге көтерілем деп, мен весіме. Сол Магарт енді Жалғасқа вызов тастап жүр екен. Бірақ ол чемпион емес, бірақ бірінші номер. Ол бір сол Октагоннан Макгрегорға деп айтуға болады, сонда звезда. Маған да бір идея келді, бойдан кейін соған вызов тастайын, как раз. Тоже бір жағынан өзімді жақсы көрсеттім деп ойлаймын, кешегі бойда. Мүмкін солмен беріп қалса, бір өзіме жақсы болып кетереді. Өзім медейкіме да, соны ұтсам, ары қарай поисқа да шығып кетуге болады. Соған жаңағыдай ішімдегі бар ағылшыншамды жинап, сол жерде бір бойдың алдында бір-екі жер дайындалып, соны айтып жіберген идеям болды. Керемет, ағылшынша еркін сөйлесіп әлде дәл сол жекпе-жекке ғана дайындалып шықтыңыз ба? Жоқ, тек сол жекпе-жекке дайындалып шықтым, бірақ ағылшыншаны қазір сөйлеуге үйреніп жүрмін. Өйткені осы уақытқа дейін енді мың ұйықтасам да түсіме кірмеген шығар, что мен вообще спортқа келіп, осылай шетелге шығам, Америкаға шығам. Қазір енді алаң-қалаумен соңғы 2-3 жылда Америкада 2 рет болып қайттым. Қазір Германияда төлесіп жүрмін. Ағылшынша мықты керек екен да. Кезінде білмеймін, бізге оқы дегенде оқыған жоқпыз. Оның үстіне мен 11 жыл неміс тілін оқып келген адаммын ғой. Қиын болмаған шығар Германияда?
жоқ, ол неміс тілінде қарытқан жоқпыз ғой, білмейміз ғой, бірақ керек екен ағылшынша қазір үйреніп жүрмін жайлап. Жақсы. Дастан мырза, дәл қазір бізде эфирде жарнама. Аха. Құрметті көрермен, бірер минуттан кейін өздеріңізбен қайта қауышамыз. Құрметті көрермен, сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Дастан мырза, сонымен жаңа ағылшын тілі туралы айтып жатырмыз. Джонас Мейгартқа дәл қазір осы жерде импровизация жасап, үндеу жолдасаңыз ағылшын тілінде. Octagon, give me next fight with your stars, Jonas Magart. I'm ready. Anytime I'm ready. Let's make a crazy fight. Let's go. Керемет, өте жақсы. Және 2023 жылы UFC-де жүрген кореялық Суйонды өзіңіз жеңгенсіз. Аха. Ол жауынгер қазір UFC-де, оның рекорды 3-0 екен. Яғни бұл сіздің UFC-ге дайын екеніңіз білдіре ме? Әрине білдіреді. Мен ол кезде, оны ұтқан кезде, мен поясты алған болатын Найза лигасын. Ол ұтылып қалса да, бірақ Кореяда өзінің Road to UFC деген бір жобасы бар. Сол арқылы менен кейін 2 адамды ұтып, UFC-ға келісімшартқа келісімшарт алды. Содан кейін 3 бой өткізіп, қазір UFC-да 3-0. Бірақ мен оған дейін де біліп жүрдім да, өзім UFC-ға дайын екенімді. Былтыр да American Top Team, былтыр Алиби мен Лас-Вегаске барған кезде UFC-дің көптеген боецтерімен, соның ішінде 61 килограмм Двалишвилимен спарринг жасадым, күрестім. Өзімді еркін сезініп жүрмін ол весте, олармен төлескен кезде. Мен бұрыннан дайын екенімді білем. Просто біздің жолымыз пока ояққа болмай тұрды. Бірақ мақсат бар, иә? Мақсатымыз бар. Жақсы. Жалпы дәл осы қазіргі UFC чемпионы үміткер Шавкат Рахмановтың балдақпен жүрген видеосы тарады. Оны көріп бәріміз алаңдап қалдық. Осындай қиында күрделі жолмен нәпақа табуды сізде таңдадыңыз. Қалай түстіңіз бұл жолға? Бұл енді бір кішкентай бала кездегі бір арманым шығар. Мен енді ММА-ды таңдаймын деп ойлаған жоқпын, бірақ бала кезде бір еркін күреске қатысқан кезде, олимпиада күреске қатысып жүрген кезде біздің тренеріміз көрсететін еді. Олимпиада чемпиондарын кассетаға қосып, сол кезде Сайтиев, Мавлет Батыров деген пьедесталға тұрып, өз елін туын көтеріп, әнұран шырқатқан. Сол кезде бір жүрегіме қалып қойды да, мен де болашақта осындай болғым келеді деп. Бірақ енді біз олимпиадалық спортты таңдаған жоқпыз. ММА таңдағасында мұнда да солай көтерілуге болады енді басқаша жолмен, бірақ біз үшін олимпиада ол UFC да. Енді жайлап сол арманымызға келе жатырық, әлі сол арманымыз, хоббиіміз жайлап жұмысқа айналып кетті да, солмен жайлап ақша тауып жүрміз енді. Өйткені қазір біз басқа жұмыс жасасақ, мынауымыз қалып қояды да, арманымыз. Ол арман, жүректен шыққан арман, иә? Жүректен шыққан арманы жайлап қазір жұмыс болып кетті. Ешқандай жарақат. Жоқ, жарақат маңызды емес, но жарақат ол әрине болады да, ол. Мен Шавкатты кәдімгідей түсінемін. Бірақ Хабибтің өзі де 2 жыл ма осылай жарақат алып, кәдімгі карьерасын аяқтауға шейін барып, бірақ сол жарақатын жеңіп, чемпион болып кетті ғой. Соның бәрі мотивация алады шығар, Шавкаттың өзі де оны біледі ғой. Ешқашан кем емес, кеш емес. Және жаңа Еркебұлан Тоқтар жайлы айтып қалдыңыз. Еркебұлан Тоқтардан да бір өзіңізге керек тұстарын алып отырасыз ба? Кеңесіп отырасыздар ма? Мен онымен былай таныс емеспін, бірақ подписымын оған. Оның несі маған мықты ұнайды. Ол өзі жаңағыда енді тума талант деп айтуға да, харизмасы бар да, актерлік шеберлігі болғасын. Оған спорт тек оған біз спортпен бірге шамалы харизмамызды, медийкімізді көтеру керек болса, маған медийкін көтеру қиынға соғады да. Оған көрініп тұр, оған қиын емес, оған наоборот спорт жағын тренировка істеу қиын болып тұр да оған. Бізде наоборот шамалы. Сол үшін де оған шамалы ол жағынан оңайлау болып тұр. Сонымен харизмаңызбен жұмыс жасап жатырсыз, харизманы көтеру керек. Сіздер мынау еркін күш залынан шықтыңыздар ғой, қаншама чемпион шыққан. Әліби Эдерс бар, UFC-де төбелесейін деп жатыр. Диас Еренғайып бар, Бағдат Жұбаныш, Нұрбек Абдрахманов, Жалғас Жұмағұлов. Бапкерлеріңіз Айбек Шоқботов мырза өте негізі қатал кісі екен, иә? Мысалы, салмақ қуа алмай қалсаңыздар, қарсыластан бұрын өзі-ақ құлатып түсіреді екен. Ол рас па? Иә, біздің еркін күштен тарихы өте терең ғой. Жаңағы біздің ағаларымыздан бастап, Дәурен Ермеков, Жалғас Жұмағұлов, Готи Дазаев, Сергей Морозовтан бастап, қазір 2-ші, 3-ші поколение ол біздер, бізден кейін де келе жатқан балдар бар. Бірақ біздің ағайдың өзін бір
несі бар да, всегда айтатын, бірінші өзіміздің неміз дұрыстап алуымыз керек та, соперникті біреуді неткенше, анау салмағын жасаған жоқ, анау жаңағы егіліп алған, үйтіп алған, бүйтіп алған деген сияқты айтудан бірінші өзімізді дұрыстап алуымыз керек, өзімізді жаңа бойға, салмақ қууға өзімізді жақсы алып келуіміз керек та, әрі қарай сосын айтуға болады, жаңа причиналар болады, жаңа ұтылып қалсан да, салмақ жаса алмай қалсақ та, ағай соның бәрін қадағалап отырады алдын ала. Өмірде қандай адам? Өмірде өте андай ғой, жаңа сөйлесіп керемет адам ғой, жаңа адамгершілігі мол, тарихты білет, әрқашан жаңағыдай бір қиыншылық болған кезде де неге түсіріп отырады бізді. Психологиялық жағынан да, ментальность жағынан да настройды жақсы береді бойға. Өйткені біздің елімізде осыншама чемпионды шығарған, бірде бір зал жоқ, еркін күш сияқты. Оның сыры неде? Мен ойлаймын, біріншіден сол Айбек ағайдың арқасы деп ойлаймын. Өйткені бәрімізді жаңа бір неде ұстап отырады, команда қылып. Бәріміздің басымызды қосып отырады да, жан жаққа кеткізбейді. Көп клубтарда көремін, балдары кетіп жатады жан жаққа. Бірақ бізде бір сол тұрақтылық бар. Но онда енді бір нелері да бар шығар. Қалай айтуға, біздің Ақтөбе кішкентай қала ғой. Бізде басқа жерге барып тренировка істеу шамалы қиындау да, тек бір еркін күшті. Бүкіл жастар, қазіргі даже жақын жерде тұрған облыстар бәрі бізге келіп тренировка істейді. Соның өзі бізге бір мотивация да. Біздің зал, если сондай мықты болса, бізге зачем басқа жерге барып тренировка жасауға деген сияқты. Біз тек шетелге барып, әрі қарай дамымасақ, былай Қазақстанда еркін күш номер 1 болып тұр қазір. Керемет. Енді байқап отырмын, дәл қазір енді жаңа өзіңіз айтқандай бетіңіз көгерген, ісіп тұр, ауырып тұрған шығар. Бар, травмалар бар, бетімде де, аяғымда да. Өйткені кеше ғана ғой төлескен. Бір күн, 2 күн өткен жоқ әлі. Нормально бәрі ол. Әрбір бойдан кейін сондай моменттер болады. Жеңістен кейін ұмытылып кетесің, иә? Ұмытылып кетеді. Жеңіске жетсең, вообще ұмытып кетесің ол туралы. Керемет. Өзіңізге бір лақап ат таптыңыз ба? Өзім жаңа историяма қарап, өзім шыққан жеріме қарап, Степен Вольф деген никнейммен шықтым. Дала қасқыры деген сияқты. Өйткені ол туралы менің бір историяларым бар ауылда. Қандай? Ауылда енді біз кішкентай кезімде, қазір көп шықпаймыз, кішкентай кезімізде охотаға көп шығатынбыз папамен, әкемен, қоян, қасқырларға деген сияқты. Мен әкемнің кәдімгі қасқыр атып алған несі бар, суреттері де бар. Үйде қасқырды ілініп тұр, біз оны папа атып алып, жаңағыдай заводқа апарып, өзін соны дұрыстап, әдемілеп, үйге әкеліп іліп қойған несі бар да, қасқыры бар да үйде. Соған қарап тұрып, бір ой келген, осылай шықсам қалай болады деген сияқты. Ауылдан шықтым, ауылда осыны өз көзіммен көрдім, атып алған, неге алып шықпасқа деп. Яғни дала қасқырымын дейсіз ғой, дала қасқырымын деп, иә. Қандай ұқсастықтарыңыз бар, байланыстарыңыз бар? Ондай қатты жоқ, өзім ауылдық жерден болғасын, біздің ауыл кен дала ғой, жайдағы жер ғой, көп охотаға шығамыз, сол үшін да. Сізде сол кең әлемді бағындырыңыз келеді, иә. Жақсы. Кәсіби жалпы мансабыңызда 10 жеңіс, бір жеңіліс бар, иә? Сол бір жеңілісті еске түсірейікші, оның өзінде сіз мен әділетсіз жеңдім деп едіңіз. Қырғыз жауынгері Сұлтан Жолдасбектен ұтылып, 5 миллион теңгеден айырылып қалып едіңіз. Иә, ол кезде жаңағыдай Суйонг деген келіп, Найзаға келіп, чемпион болып кеткен ғой. Сол кезде бүкіл қазақ жауынгерлер оған вызов тастап, бәрі чемпион, солмен төлескісі келген. Сол кезде Найзаның басшысы Нұрбек Қарабала гран-при жасады 5 миллион қылып. Кім осы гран-приді ұтып 5 миллионды алады? 5 миллионды алады, еще за пояс төлеседі деп. Сол кезде мен финалға шейін жетіп, финалда Сұлтан Жолдасбекпен төлестім да. Оның өзінің сырлары көп. Негізі ол бойды қарасаңыз да, қазы қарасаңыз да, ол бойда мен ұтылған жоқпын, 100% білем. Минимум мен ұттым, максимум ничья аяқта. Бірақ енді болған зат өтіп кетті ғой. Оның да өзінің причиналары бар. Ол кезде осы февраль айында болған сол бой. Боран кезде. Мен Ақтөбеден 2 күн бұрын ұшып келу керек едім, бірақ 2 күн боран болып, самолеттар ұшпай, день бойы ұшып келдім ғой. После обеда ұшып келдім де, кешкісін Алматы аренада кәдімгідей төлестім. Соның бәрі өзінің несін берді да, сырым берді да, маған акклиматизация жағынан, ұйқы жағынан, тамақ жағынан, соның бәрі ойнап кетті рөл. Яғни қырғыз жауынгері Сұлтан Жолдасбек әділетсіз жеңді дейсіз ба әлде? Енді мойындамаймын, енді ол да немес қой, ол да өз жұмысын жасады ғой. Мен айтпаймын, что Жолдасбекке бәрі беріп қойды деп. Мен білмеймін қалай болды, оның
көрермендер оны өздері айтып отырар, мен қазір айтқым келмейді. бірақ сол бір жеңіліс тұр. Бір жеңілістер, иә. Ол жеңілістен де мен көп сабақ алдым да, жаңағыдай. Кешегі даже октагонда кешегі төйлескен Вандерлеймен жаңағы мерзімінен бұрын ұтып алу керек едім да, болды моменттер. Соның бір несі, сыры жаңағыдай мен мынандай 2 күн бұрын ерте ұшып бардым. Неге? Германияға. Акклиматизация, оказывается, 3 күннен кейін акклиматизация басталады екен да. Мен сол бой күні акклиматизация басталды менде. Кәдімгі қол, аяғым өзімен өзі жүрмей қалды кеше бой күні. Мәссаған. Мен андай характермен алып шықтым, бірақ финишировать етуге болатын еді да, акклиматизация соның бәрі. Сол акклиматизация, сол Жолдашбекпен болған акклиматизациямен ұқсас та екеуі. Енді екеуі екі түрлі, бірақ ұқсас, екеуі де акклиматизацияға тіреліп қалып тұр да. Жекпе-жек алдында сонда жүре алмай қалдыңыз ба? Жоқ, бірінші раунд төлесім, екінші раунд қол аяғым өзімен өзі андай жүрмей қалды. Оны спортсмендер түсінеді өздері акклиматизация дегенді. Дастан мырза, дәл қазір бізде эфирде жарнама. Құрметті көрермен, жарнамадан кейін өздеріңізбен қайта қауышамыз. Құрметті көрермен, бұл бірге бір бағдарламасы, сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Дастан мырза, енді біраз әңгіме айтылып жатыр. Өзіңіздің өмірде бір түйген ойыңыз, немесе қабат деген дейтін өкініш сәтіңіз, немесе оңаша қалғанда ойландыратын бір мәселе бар ма? Шынымды айтсам, қазір аяқ астынан ондай ой келіп тұрған жоқ. Бірақ енді бұл спортқа өзіміз таңдап келдік қой, бірақ қиын уақыттарда болады да, сол кезде ойлайсың, неге келдім бұл спортқа, басқа спортқа дайындалып вес қуып жатқан кезде, или бір бойда қиналып жатқан кезде бір ойлар келеді. Просто жаңағыдай жұмыс жасап, офиске барып, таңертеңнен кешке шейін шаруамды жасап, жүрген дұрыс емес па деп ойлайды. Бірақ осындай жеңіске жеткен кезде, халықтың қошеметін алып жатқан кезде, бәрін ұмытып кетесің да, бір жеңіске жеткен кезде. Сосын ойлайсың, мүмкін дұрыс та шығар, былай жеңіске жетіп, халықтың алдында жүргенім деп ойлаймын. Ал енді соңғы рет бұндай ой қашан келді? Кеше келді осы. Кеше жекпе-жектің ортасында ма? Жекпе-жектің соңында, сосын салмақ қуу процесі қиын болды да осы жолы тоже. Негізі соңғы 3 килограммды бір жарым сағат, 2 сағатта қуатын едім ғой, бүкіл бойларыма. Кешегі 3 килограммды 4 сағат қудым ғой, 10 рет парилкаға кіріп, 10 минуттан, почти қанша минут ол, 100 минут па? Солай бір қиналған кезген деп ойлайсың, керек па, керек емес па бұл спорт деп. Тіпті салмақ өлшеу барысында талып қалып жатқандар да бар. Ондайлар да бар, иә. Көрдік. Түсінікті. Және өзіңіздің отбасылық өміріңіз туралы білгіміз келеді. Әкеңіз туралы айтып өтсеңіз, анаңыз жайлы, әкеңіздің қай сөзі жадыңызда ерекше сақталды? Мен жай ғана отбасыдан шыққанмын. Соның ішінде 11 жыл ауылда өсіп, 11 класс бітіріп ауылда, әке-шешем әлі күнге шейін ауылда. Өзім отбасылымын, 3 балам бар. Осы биыл тек отбасымды қалаға көшіріп алып келдім. Оған дейін олар да мен спорттық жағдайымды түсініп, олар да әке-шешеммен тұрған, мен өзім қалада екі ортада қатынап жүргенмін. Әкемнің айтқан сөздері, әкем да спортқа жақын, енді өзі қатыспаса да, бірақ спортты жақсы көреді. Оның үстіне мен қазір осындай бір ММА-дің шынына мініп келе жатқасын, қазір бүкіл боецтерді жайлап таниды, біздің еркін күштің балдарын әрбір баланың историясын біледі, әрқашан сұрап отырады. Енді олар үшін любой енді болельщикке оңай көрінеді ғой спорт. Былай да мен әкемді білем ғой, не деді жаңағы әрқашан жаңағыдай бір жарысқа кеткенде звондап, уайымдап отырады. Салмағың қалай, қанша қалды, ертерек қуып тасташы шеше. Мен оған түсіндіріп айтамын. Ертерек те қуып тастауға болмайды, бірақ жай да қууға болмайды деп, соның бәрін уайымдайды. Енді әрбір бойда бірінші раундта ұтып ал, дым қиналма деп просто айта салады да. Енді әрине солай істегім келеді, оларды уайымдатқым келмейді. Енді бір айтқан сөзі жоқ, бірақ әрқашан айтатын ең бастысы денсаулығың дұрыс болсын. Мен үйде жалғыз балам қойшы. Жалғыз балам, иә. И поддержкалерін беріп отырады ғой. Отбасым бәрі ауылда. Қазір енді өз отбасым қалада, бірақ ауыл маған бір тыныштық береді да. Мен қанша ауылда жұмыс жасасам да, қанша қиын жұмыс жасасам да, ауылдың тіршілігімен, ояқта мен өзім жүрегімен бір жылулық, тыныштық сезінемін да. Өйткені ояқта ешкім қумайды. Өз шаруамды істеп, демалып, оның үстіне мен андай нелерді жақсы көремін, жаңағы
мал сойып, қой сойып, бір шашлык, қуырдақ жасауларды жақсы көремін да. Ертең бұйырса барып солмен айналысам деген ойдамын. Сол 7 ақпанға шейін Альбимен Америкаға кеткенге шейін дұрыстап демалып алу керек болып тұр. Және барша жанкүйерлеріңізді қонаққа шақырасыз. Әрине. Дастан мырза, осындай әдемі сұхбат үшін алғыс білдіреміз. Және үнемі жеңіс тұғырынан өзіңізді көргіміз келеді. Рахмет үлкен, сізге де сәттілік. Бағдарламаңыз алға басай берсін. Осындай чемпиондар көп келсін сіздің бағдарламаңызға. Тек әрқашан алда болыңыздар. Қазақстан алға. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі шығарылымды аяқтаймыз. Келесі бағдарламада өздеріңізбен қайта жүздескенше.